қылжанды қандала. Кішкентай болған соң өз-өзіне ұқсамай тұр. Бұл адамның қанымен тамақтанады. Мына кішкентай балалары. Түгірмейді. Аяқ қолы бар, бірақ жүрмейді онша. Өйткені бұлар қан жеуге әлі жарамаған. Мына уже жаңадан туылғанда уже қан сорып алған. Жүгіріп баратыр. Бұл үйге пайда болғанына 1 ай болыпты. 1 айдан бері. Негізі 1 айдан көбірек болған, енді байқалмай, басында байқалмайды ғой. Көріп тұрды арасында. Түртшек. Жүрмейме. Тағылып отырған жері бұның диван. Диванның екі шетіне қосылатын жері. Мынаған қосылып тұратын мына жері. Сол жерге тығылған ғой. Диванға адам жатса, түнде шағады. Сосын осы жерге осындай саңылауларға келіп тығылады. Мынандай жерлерге. Түнде ұйықтаған кезде қайтадан шаға бастайды. Және бұл үйде бірақ адамды шағады екен. 2 жас бала тұрады, соның біреуін ғана шағады екен. Екіншісі білмейді шағатын. Негізі шаққан кезде де сезбейтін адамдар болады. Егер кожаңыз проблемный болмаса, онда сізді шақпайды. Проблемный кожаларды көбіне шағатын. Мына осы қандаланы іздеп табылмай жатсаңыз, осылай камераны үлкейтесіздер. Сонда көре аласыз. Жүгіріп жатыр. Мына жерде ақтар бұның жұмыртқалары. Бір жұмыртқаланда қандала 15-16 жұмыртқа қалдырады. Мынау сарылары өзі жұмыртқаға аяқ біткен. Адамға көрінбейтін тағы бір нәрсе жүгіріп жүре байқап отырсам. Осылар осылай адамға көрінбей шығатын. Денеде тұрса да көрінбейді. Шағып кеткенін білмей қаласыз. Егер Нәтикем қатты шағатын болса, сол адамның ұйықтайтын жерде көбейеді олар. Осындай аппаратымыз бар. 5 литрлік ыдыс. Ішіндегі дәріміз блокада антикоп. Біз YouTube каналымызда бар. Блокада антикоп жайында қалай пайдаланамыз. Толық отзывтар бар ол жайында. Блокада антикоп негізі жақсы кетіріп жатыр. Иісі жоқ, адамға зиянсыз түрлі дәрілерді пайдаланғанша сол бір блокада антикоп алсаңыз, блокада антикоптың 1 литрі 16 000 теңге. Бізден алсаңыздар, және оны қалай пайдалану керек, оны қай жерге себу керек жайында толық ақпарат айтамыз. Дәрінің әсерін көріп жатырмыз, қалай әсер етіп жатқанын. Әсер етіп жатыр. Осылай 10-15 минутта қылжияды, секундта. Бұл кішкентай болғаннан кейін кейбір үлкендеріне жай әсер етеді. Өзіне өзі ұқсамай қалды. Осылай, және мына жердегісі. Темірдің арасындағылар. Осы тұрған жерді ғана дәрілемейміз. Бүкіл жерді дәрілейміз. Өйткені біз білеміз қай жерде отыратын. Сосын сол жерден бастап жатырмыз. Бәрібір басқа жерді дәрілейміз. Негізі кожада өмір сүрмейді қандала. Мынандай кожаның жан-жағында нелер болса, соларда өмір сүреді. Осылай барлық жеріне құйып шығамыз. Әсер етсе тігістеріне, тігістерге арасына тығыладылар. Мынандай заттар өздеріне жаңағы диван бір-біріне қосылған жеріне тығылады.
Диванды шашып қараймыз. Интернетте қандаланың суреті бар, дәрінің бәрін пайдалана береміз. Сосын бәріне тауыздар шағып қашып кеткеш үшін жан-жаққа. Қандаланың суреті бар, дәрінің бәрі өлтіре бермейді. Қазір сондай қандала деген өзі өтімді нәрсе болып тұр. Сол үшін бизнес қой білесіздер. Қай жерде не жақсы болып жатыр, соны қытайлар біледі, сөйтіп соны жасап шығара қояды. Біздің психологиямыз біледі олар. Біз немен ауырып жатырмыз? Біз немен не керек болып жатыр? Қазақстан әйтеуір бүкіл әлем деп отыр, жалғыз Қазақстан емес. Соны олар біз шығара салады. Осылай шығарып шығамыз. Және мынау диван. Қашып шығамыз. Қайта қасып бара жатыр. Алдап қашып бара жатыр. Өзі үлкен ой себебі. Бұған да дәрі бере қояқ. Біреуде қашып бара жатыр. Қайда қашып кетті? Қашып кетті. Мына жерден шықты. Не бар бұл жерде? Көрініп тұр, арасында бір қарағанда көрінбейді. Егер қандаланы танымасаңыз, оны байқамайсыздар. Сол нәрсені қандала екенін байқамайсыздар. Сол үшін қандаланы егер қалада тұратын болсаңыз, специалист шақырып дәрігерге. Егер специалист бармайтын болса, кейбір кезде адамдар сол специалистермен бағасына келіспей жатады. Ондай кезде енді өзіңіз дәрігерге, болмаса басқа специалист шақырасыз дегенде ғой. Қазір енді специалистерінде түрлі болып жатыр. Мысалға бір бөлмені 10 мың теңгеден басталады, 15 мыңға дейін болуы мүмкін. Үлкен болса 16 мың теңге болуы мүмкін. Бір бөлмелі квартира. Соны 40 мыңға дәрілейтін компаниялар да бар. Онда да бір жасағаннан керемет әсер ете салмайды екен. Олды. Сосын 3 сағатта кіре сал деп айтады екен. 3 сағат емес, негізі дәрілеуден кейін 1 сутка үйге кірмегеніңіз дұрыс. Мынау әсер еткенде уже өліп қалған жоқ, ол. Өлгендер өледі да шығады. Арасында тығылып жатқандары. Солар сол дәріге түсіп өлу керек. Сосын бүкіл аяқталу үшін бір күн, 1 сутка тұру керек дәріленген квартира. Есіп терезесін жауып, 1 суткаға қоясын. Бұрынғы кезде болған бұл жерде. Наверное, кейбіреулер осылай жағады. Қандала тұрған жерсе күйіп кетеді, ол түнімен шыққаннан кейін. Тек жағады, жағып құтылам дейді. Біреуін өтесе қалғандары бар ғой. Енді соны қатты шағып, жәні шығып атқан екен. Солай құтылайын деп ойлайды ғой адамдар. Осылай бітерледік. Енді мына келесі басын қараймыз. Міне бұл жерде де жұмыртқалаған орындары. Аталардың да осы жақта сияқты. Міне жұмыртқалаған орындары. Аппақ жұмыртқалары. Бұның баласы. Өліп қалған да. Тегі өлі құсап жатыр ма? Бірден сайын. Осы темірді жағалай. Жұмыртқаларды. Үлкендері.
Мынды қандала. Бір қарағанда шам сияқты. Тағылған жерін көріңіз міне. Қай жерде жатыр, өздері кішкентай. Бір қарағанда көрінеді. Бұл біз камераны міне барынша бүкейтіп қарап жатырмыз. Енді бәрі шашамыз. Және дәрі шашып дәрінің әсерін көреміз қалай болатынын. Дәрінің аты Блокаданчик клуб. Видеоны қарап отыра бергенше лайк басып кетіңіздер. Көп адам көрсетіп, бір адам лайк баспайды. Лайк басқан деген бас бармақты басасыз болды. Онда қиын емес. Мен өзім көрген видеоның бәріне лайк басамын. Лайк бассаңыздар, сіздер сияқты зардап шегіп жатқан адамға көмектесесіз. Одан сізге зиян болмайды. Сізді ешкім біліп қоймайды, көріп қоймайды. Біліп қойса, көріп қойса да ешнәрсе алмайды. Дәрілік шыға. Көпіргенен енді біле алмаймыз олардың жағдайы қандай болғанын. Ешнәрсе сыймайды. Оны да осылай толық дәлеп шығамыз. Мына жағын көрейік. Бір жағында жоға бермені, бір жағында көбейеді. Негізі өзі жүгіріп жүре беретін жәнтек емес. Бұлар только түнде ғана шығады басында. Түнгі 3-4 кезінде. Сол кезде біз тәттігі ұйқыға кетеміз. Түнгі 3-4-те денеміз босап, қауіпсіз боламыз. Сол кезде бұлар шаға қояды. Шағады да тығылады. Бір қанжыген қандала 3-4 күнге әсерін көрейін дегенбіз. 3-4 күнге қанды қорытады екен. Бір шықты да содан кейін көрмей қалатын себептеріңіз сол. Айтады, бір қандала көрдім. Біреуін ұстап болса, біреуі қашып кетеді. Ол бір қандала көрдіңіз ба, осына үйде бар. Бір қандала өз келе салып шықпайды, ол тағылып жатады. Көбейген кезде ғана шыға бастайды. Әсер етті, жүгіретін. Жаңа суық. Осылай бүкіл диванды толық дәрлеп шығамыз. Бұлай шалпақ қыласақ, көп жерге шашылатын қылды. Осылай да болды. Бұл жерде енді өте көп көрмейміз бұны. Орташа бұл, негізі бұдан да көп қандаласы бар үйлер болған. Осы біздің каналды қарасаңыздар табасыздар. Именно не дәрімен дәрілеп жатырмыз. Осы дәрі жайында толық ақпараттар көп. Блокада антиклуб десеңіз шығады біздің неге. Подписка жасап, лайк бассаңыздар екен. Жақсы болатын еді. Міне дәу біреуі өзі алдымыздан шықты. Осы дәрілеу барысында бұлар шыға береді өздері. Тығылып, жан-жақтан шыға береді. Үлкені бұл. Не ғашқатсын, дәрі теп кетміз ғаны? Дәрі теп кеткен екен. Дәрі тегізіп, несін результатын көретпесіп, қалай әсер тұтқан. Мына жақтан ағып келген екен дәрі. Сонда да аямай тағы да жасалайық. Қандаланы дәрілеуде біздің 7 жыл тәжірибеміз бар. Қалай болды, не болды? Осы қандаланы дезинфекция шақырып та өз дәрілепте кетіре алмай жатқан жағдайлар бар. Сирек ол. Бұл практикада 1-2 үй ғана болған. Ол да кетеді просто адамды
консультацияны дұрыс істемейді. Мысалға бір суткаға кетпесең, бір суткаға кетпей үйге тез кіріп алатындар болады. Баратын жерім жоқ қой, қайтемін деп. Баратын жеріміз болмаса да, ағайын бар, туысқан бар. Бір күнге просроченный квартира жалдауға болады. Әйтеуір қонаққа барыңыз. Әйтеуір бір жаққа баратын кезде табасыз ғой, сол тауып. Қонаққа баратын кезде солай қыдырыңыздар. Көшеде қойыңыздар, болмаса да қойыңда енді. Ондай жоқ қой, қазақта да. Ағайын туыс деген көп қой, Құдайға шүкір. Міне әжелері де болған. Қайнаған өзін ұстап алды ғой деймін кәдімгідей. Қайнаған емес екен. Мынаны осылай дәлеп шығамыз. Мені түсінікті қылып айтып жатырмыз. Қайдамыз тисе де тимесе де лайк басып кетіңіздер. Егер дұрыс пайдалансаңыздар, әрине пайда тиеді. Дұрыс пайдаланбасаңыз, ешкімді кінәламаңыздар. Барлық жерді қалдырмай дәрлеп жатырмыз. Бұның әлі табанында дәрлейміз, қазір тұрғызып қойып. Қазір ішін дәрлеп алайық. Ішінде де қандала. Тұрған міне қандала. Қанды аз. Көптен бері қан жемеген сияқты жұқа бәрі. Мына жерлерде де жүр. Мына қара точка көресіз ба, болды. Ол жерде қандала болған. Онда аямын дәрлеп кетеміз. Ішін дәрледік. Енді бұны жауып, ішін сыртын дәрледік. Енді астын дәрлейміз. Мына жерлерді дәрлеп кетеміз. Бір-біріне қосылған жерлері. Олар үшін көлеңке. Сол жерге тығылады олар. Қандалалар. Сол үшін осындай бір-біріне қосылған жерлерді мұқият дәрлейміз. Мынаны жабамызды. Енді бұны қалай ыңғайлы болса солай тұрғызып қоямыз. Бұны енді былай тұрғызып қоямыз. Өзі жақсы диван шашылады. Темірлер ыңғайсыздау болмаса. Енді осы бетін дәрлейміз. Қандаланы көрдіңіз бе? Тұрған қандала. Бұл да қосылған жері. Диван осы жерде де тігілген. Астында да тігісі бар. Видеоны ерінбей соңына дейін көрсеңіз, және диванды, өзіңіздің диваныңызды қалай дәрлеу керек екенін түсінесіз. Кейде адамдар диванды көре салады, лақтырып тастайды. Болды, как будто құтылған сияқты өмір сүре береді. Бұл көріп жатсыз, диван қимылдаған кезде қандалар да жайын жаққа қашып құтылып жатыр, жерге құлап қалады. Сондай. Сол үшін ол нені лақтырып тастау, диванды лақтырып тастау шешім емес. Лақтырсаңыз енді 90%-нан құтылған шығарсыз, мүмкін 30%-нан. Қалғандары үйде қалады. Мына жерлерде қосылған жерлер. Осы жерлерге де кіреді. Сосын мынандай материалды жақсы көреді. Осылай дәл исламыз вообще. Міне бұл басы болды. Енді мына диван сәлеміз. Бұл бәрі бір диван ғой. Қандаланың жүрмейтін жер жоқ. Бұрыш, қуыс. Міне. Мынау да жүрмеке. Үлкен.
Мынаға дәрі кішкене тиген еді. Әсер етіп жатыр. Мынау уже өліп қалыпты. Видеоға түсіріп үлгермедік. Мына жердің бәрінде қандала бар. Мына қараңыз енді. Дәрі кішкене тиген еді. Мына өліп жатыр. Дәрі керемет дәрі екен. Почти көргеннен тауып жатыр ғой бәрі. Үлкен қандалалар. Бір қарағанда көрінбейді. Құтты жетсе. Қуыстарын дәлеміз. Егер қатты напормен шашып кетсе, бұл жерлер қалып қалады. Мынандай жерлерге су теңе қалады. Сосын осы ручной аппараттар өте жақсы. Мынаның астын бүйтіп көтеріп дәлеуге болады. Материалдың астында қалып қалса, су тимей, жаңа бәрі тимей қалса болды. Уже өлмей қалады. Бүкіл жеріне бәрі тию керек. Мұқият асықпай дәрілген дұрыс. Мына темірдің арасына дәлейді. Содырып жатыр, ол жаққа қандап жатыр. Көрмей қапты ғой. Міне, болды жұмысымды ертерек бітіру керекпін. Осылай, сосын мына кілемді дәрлейміз екі шетінен. Кілемде де өте көп деді жаңағы. Екі шетін дәрлеген соң және кілемнің тігісінде отырады. Осындай қайтарылған жерінде қандалып жүрген жері өліп құлап жатыр. Диванды қимылдатқан кезде осылай түсіп қалады олар. Мынау біздің каналымыз. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Пайдалансаңыздар, басқа адамдарға беріңіздер, бөлісіңіздер жан-жақпен. Сау болыңыздар, рахмет. Соңына дейін тығындағандарыңызға. Осылай дәрлейсіздер. Бұл диванды келесі бетін дәрлейміз. Қалған дивандар осылай. Сосын бұның розеткаларға өзгетеміз. Және плинтустарды осылай шашамыз. Осылай айналып шашамыз. Пердені дәрлейміз. Сосын перденің перденің ішінде болады. Перде несі бар ғой? Пердені қайтарған жері. Сол жерінде болады. Ол жақты дәрлейміз. Ана осылай дәрлеп шығамыз. Бәрі керкіға етіп. Және ана жерде плинт болған сол жерді дәрлейміз. Не бұл дезинфекция? Астана қаласында, Алматы қаласында және Шымкент қаласында бармыз. Негізі өзім Астана қаласында тұрамын. Есімім Рахима. 1977 жылымын. Осы салада 7 жыл жұмыс істеп жатырмын. Басып комментарий жазып кетіңіздер, пожалуйста.